Құрметті тыңдарман, танымал атты арнама қош келдіңіз. Арнамда елімізге танымал қарымды қаламгерлеріміздің тәлімі мол туындыларынан өзінді ұсынамын. Құрметті тыңдарман, бүгінгі тыңдайтын шығармаларыңыз «Сирияға кеттім», Мұхтар Шерім. Ұйықтап қалыппын. Керіліп, созылып, деп есіне бергенім сол, үстел үстіндегі әйелімнің тілдей қағазға жазып кеткен хабарламасына көзім түсіп кетті. Біреу бүйірімнен ыңқ еткізіп, бір ұрғандай, қарсы алдымда алпамсадай біреу тағы ұрғалы тұрғандай, тілім байланып, көзімнің алды лайланып, сылқ етіп отыра кеттім. Құрыдым, қаншығы өлген қасқырдай ұлыдым дей бердім мен. Ақсаңдай басып шешем келді. Не болды балам? Апа, келініңіз Сирияға қашып кетіпті. Көтек, төркіні Сирияда емес еді ғой. Міне, жасып кетіпті. Мен Сирияға кеттім. Сириядан келгенше сау бол депті. Апам әбдіресін ашып киіне бастады. Қамзолын киді, ақ жаулығын тартты. Ой, апа, қайда барасыз? Сирияға. Онда не бар? Келінімді ертіп келемін. Апау, Сирия талтайсақ табанымыз тиетін жер емес қой. Ол соғыс болып жатқан мемлекет. Содырлар мына жихад дегенді ойлап шығарыпты. Келініңіз сол содырларға байға тиюге кетті. Не дейді? Сені тастап, жаман ырым бастап, деген апам жылай бастады. Апа, әсіре діншілдер алдап алып кеткенде, негізі кем дегенде 10 байға тиетін болды. Бірінші бай болғаныма шүкір. Олар бір-біріне сыйлыққа бере салады екен. Сириядан қайтып келсе, қатынсыз өтсең де алма, деді апам. Қазір қазақ қыздарының көбі Сирияда қорлықта жүр. Осы кезде көршінің әйелі кірді. Апа, қаншайым керек еді? Деді. Сирияға кетіп қалды, деді апам. Кеткені несі? Кеше менен 1000 теңге қарыз алып еді. Сириядан келген соң беретті. Шын айтып тұрсыз ба? Мә, сауатың бар шығар, оқы. Көрші әйел оқыды да көздерін жыпылықтатып, жынды ма мына қатын? Халал жынды. Ағай, сізге обал болыпты. Иә, жесір еркекпін. Енді не істейсіз? Саған үйленем. Қойыңызшы ағай, апамнан ұятты. Апаң аң-таң. Күйеуің былтыр өлген, сені аламын, деп ызаландым. Мен Сирияға кетпеймін деп сызыла қалды көрші келіншек. Бір кезде әйелім қаншайым кіріп келді. Әй, қайда жүрсің? Сирияға кеттім дегенің не? Деп дүрсе қоя бердім. Апам орнынан тұрып келінін құшақтай алды. Жылап, сықтап, сөйтсек, Сирияға емес, сиырға кеттім деп жазған екен ғой. Сауатсыз. Қате жазыпты. Сиырымыз қорадан шығып кетіп, соны іздеп кетіпті. Сириясы құрсын. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын.
Келесі шығарма сіздер үшін.